Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі биология сабағымыз 7-ші сынып оқушыларына арналады. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын мына суретке назар аударыңдар. Бұл жерде не байқап отырсыңдар? Жануарлардағы маңызды қай процесс бейнеленген? Иә, оқушылар, бұл жерде жануарлардағы бунақденелілердегі даму кезеңдері берілген. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жануарлардағы тура және түрленіп даму онтогенез типтері. Бунақденелілердің шала және толық түрленіп дамуына мысалдар. Сабағымызда сендер жануарлар мен өсімдіктердің онтогенез ерекшеліктерін ажырата алатын боласыңдар. Жануарлардың тура және тура емес онтогенез типтерін салыстыра алатын боласыңдар. Онтогенез үдерісі дегеніміз ағзалардың жеке даму үдерісі. Ол екі кезеңге бөлінеді: эмбриогенез және постэмбриогенез. Эмбриогенез деп отқанымыз ұрықтың туылғанға дейінгі даму кезеңі. Ол ұрық жатырдың ішінде немесе жұмыртқалайтын жануарлардың жұмыртқасының ішінде дамиды. Эмбриогенез 3 сатыдан тұрады: бластула, гаструла және нейрула. Бластула бір қабатты ұрықтың түзілуі. Гаструла 3 қабатты ұрықтың пайда болуы. Және бұл кезеңде ағзалардың жеке мүшелері дами бастайды. Нейрула жүйке мүшелерінің дамуы. Постэмбриогенез үдерісіне тоқталатын болсақ, бұл үдеріс ағзаның туылғаннан кейінгі үдерісі. Ол тура даму және түрленіп даму деп бөлінеді. Жануарлардағы онтогенездің типтері: тура даму, жанама немесе толық түрленіп даму және шала түрленіп даму деп бөлінеді. Тура даму эмбриогенезі аяқталған ағза ересек ағзаға өте ұқсайды. Жанама немесе толық түрленіп даму эмбриогенезге өткен жануарлар ересек ағзадан қатты ерекшеленеді. Ал шала түрленіп даму тура дамуға ұқсайды, бірақ бұл жерде 3 даму сатысы болады. Даму түрлерінің кезеңдеріне тоқталайық. Тура даму кезеңдері жұмыртқа, ересек жәндік, имаго кезеңі. Имаго дегеніміз латын тілінен аударғанда ересек деген мағынаны білдіреді. Шала түрленіп даму кезеңдері: жұмыртқа, дернәсіл, ересек, жәндік, имаго кезеңдерінен тұрады. Толық түрленіп даму жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ және имаго деген 4 кезеңнен дамиды. Постэмбрионалдық тура даму жұмыртқа қабығынан немесе аналық денесінен ересек жануарға тән дене мүшелерінің барлығы қалыптасқан дене мөлшері кіші ғана ағза пайда болады. Тура даму жұмыртқа, ересек, имаго. Постэмбрионалдық тура дамитын қандай ағзаларды білесіңдер? Олар сүтқоректілер, құстар және жорғалаушылар. Келесі даму шала түрленіп дамитын ағзалар. Жұмыртқадан дернәсіл шығады, тура дамуға ұқсайды. Бұл даму 3 сатыдан болады: жұмыртқа, дернәсіл, ересек. Мұндай жолмен көбейетін, дамитын ағзалар инеліктер, дәуіттер, бұзаубас, қандала, шегірткелер және бауыр сорғыш құрттары. Толық түрленіп дамитын ағзалар. Жұмыртқадан дернәсіл шығады. Құрылымы жағынан ересек ағзаға қарағанда қарапайым. Дернәсілге тән арнайы мүшелері бар, бірақ ересек ағзада ол мүшелер кездеспейді. Жұмыртқа, дернәсіл,
қуыршақ, имаго деген сатылардан тұрады. Мұндай көбею даму сатысы бақалар, көбелектер, шыбындар, баларалар, масалар, қоңыздар деген жәндіктер мен жануарларға тән. Қорыта айтқанда, барлық амфибиялар, балықтар, бунақденелілер, шаян тәрізділер, моллюскалар, құрттар осы даму түрімен дамиды. Түрленіп дамудың маңызы балдар. Түрдің еркін орналасуына мүмкіндік туады. Яғни, түрдің тіршілік ететін ортасында еркін өсіп дами алады. Бәсекелестік азаяды. Түрішілік, түраралық бәсекелестіктер қолайсыз жағдайдағы тыныштық кезең орын алады. Өсімдіктердің постэмбриогенездің сатыларына тоқталатын болсақ, ұрықтық кезең. Бұл кезеңде зиготаның түзілуінен басталып, ұрық тұқымның өнуімен аяқталады. Жас кезең тұқымның өнуімен басталып, өскіннің пайда болуы және өсімдіктің гүлденуімен аяқталады. Ересек кезең. Бұл кезеңде өсімдіктің гүлдеуі және жеміс беруі болады. Бұл кезеңде өсімдіктер өте өміршең болады екен. Және қартаю кезеңі. Өсімдіктердегі барлық тіршілік әрекеттер тоқтайды. Көбею әрекеті де тоқтайды. Өсімдік қартайып өледі. Сабақты қорытындылай келе балдар, иә жоқ сұрақ жауабын өткізейік. Бірінші сұрағымыз, бунақ денелілер буын аяқтылар типіне жатады. Иә ма, жоқ па? Иә. Екінші сұрағымыз, инеліктер толық түрленіп дамиды. Жоқ. Үшінші, имаго дернәсілдің бір түрі. Жоқ. Төртінші, толық түрленіп даму 4 саттан тұрады. Иә. Бесінші, бақалар тура дамитын жануарлар. Жоқ. Алтыншы, тура даму 2 саттан тұрады. Иә. Жетінші, тура даму эмбрион ересек ағзаға мүлдем ұқсамайды. Жоқ. Және ең соңғысы шегіртке шала түрленіп дамиды. Иә. Сабағымыз түсінікті болса балдар, мына тапсырманы орындайық. Суретте берілген жануарлар онтогенезін салыстырып, сипаттама беріңдер. А, Б суретіне. Қосымша ақпарат алғыларың келсе, мына сілтемелер бойынша ақпаратты көріп алуларыңа болады. Назарларыңа көп рахмет.